Қазақ пен Цинь империясының қақтығысы. Қазақ пен Цинь империясының қақтығысы. Қазақтар жоңғарларды жеңіп енді болдық-ау деп жүргенде, жоңғарларды Цинь империясы басып алып өзіне бағындырды. Әмірсананы алдап Бейжіңге жібергелі жатқанда, оның ол жақта өлім күтіп тұрғанын естиді жақтастарынан. Бұны біліп қойып іледен аттанып, Үрімжіге таяп қалғанда қасына ерген Мәнжу әскерінің бірнеше шеріктерін жойып жіберді де атқа қонды. Жоңғарияға хан болам деген үміті үзілмеген Әмірсана бүлік шығарып, өзін қолдайтындарды жинап әскер жинап алды. Жоңғарияның шағын қалалар мен бекет үйлерінде қалған Қытайдың күзет әскерлерін түгел құртып жіберді. Көк қиялында жүрген жоңғар тағына отырды-ау әйтеуір. Бірақ бұл баяны жоқ, уақыттық қана жеңіс болатын. Бұл тым кеш келген халықтың сорына көрінген зауал белгісі еді. Бұны естіген Цинь императоры Цянлунның ашуланғаны сонша, енді ол бүлікші Әмірсананы жазалап қана қоймай, бүкіл ойрат әулетін жер бетінен құртып жіберуге бел байлаған. Цинь императоры жансыздар арқылы және өз қарауына өткен ойрат тәйжілерінің әңгімесінен қазақтың қандай ел екенін, ұзақ жылдар бойы жоңғарлармен қандай қатынаста екенін бес саусақтай біліп отырса керек. Бұл екі арада Цинь императоры Цянлуннан қазақ ордасына Абылай ханға арнаған елшілерден үндеу хаты келді. Императордың жарлық хаты сырттай сыпайы көрінгенмен, ар жағында зіл сақтаған салмақ жатыр еді. Хат былай басталады. Сіздер, қазақтар, ұзақ жылдар бойы ойрат ордасымен жауласып келдіңіздер делінген хатта. Біздің ұлы қағанат Жоңғарияға әскер аттандырғанға дейін сіздер Дабашымен соғысып жатыр едіңіздер. Бүлікші қонтайшыны ауыздықтау арқылы ол ұрысты біз тоқтаттық. Қазір ойраттар біздің бағынышты құлымыз. Сіздерге қауіп төндіріп мазалаған әрекеттер енді қайталанбайды. Егер біздің құзырымызға қарасаңыздар сый-құрмет, игілікке кенелесіздер. Ал өз алдарыңызға жеке тұрғыларыңыз келсе, оғанда зорлық жоқ. Тек шекара тәртібін бұзбай тыныштық сақтасаңыздар болғаны. Егер бұрынғыдай шапқыншылыққа, қан төгіске жол берсеңіздер, онда амал жоқ, қараулы әскер кіргізіп жазалауға тура келеді делінген. Ал бұған не дейсіздер, біреуінен әрең қан төгіспен әрең тоқтаттық па десең, одан зорғысы келіп тұр. Енді Әмірсанаға келсек, ол қол аз болғандықтан қоршауда қалып қоймас үшін Жаркент тұсынан қазақ даласына өте шығыпты. Бұның артынан келе жатқан жазалаушы әскер Жоңғарияны қанға бөктеріп қоймай, қашқындарды ұстаймыз деген сылтаумен қазақ даласына басып кіруі мүмкін еді. Бұл мәселе андас андасының Абылай ханға да оңай тимесі анық. Андас деген бір-біріне достыққа ант бергендерді андас дейді. Бұл хабар хан ордасынан Қабанбайға да жетті. Келіп жатқан шаушылардың түрінен жан шошырлықтай. Алдағы хан кеңесі жайында жеткізген хабарда тым шұғыл. Мамырдың ортасында тоқырауын бойында тоғысайық. Ел шетінде қалың жау тұр. Әр елдің батыр, билері қамсыз қалмасын. Сарбаздардың 5 қаруы бойында жорық аты белдеуде тұрсын депті хан жарлығында. Қабанбай бастаған найман кісілері тоқырауында болатын хан кеңесіне аттанайын деп жатыр еді. Бірнеше күн бөгеліп қалды. Өйткені жоңғар шебінен бері шұбырған босқындарды сейілту үшін белгілі асулар мен көш жолдарына тосқауыл қоюға тура келген. Сол келімсектерден тараған үрейлі өсек әңгімеге толып бара жатқанын байқап, халықтың үрейін тоқтатып жұрттың көңілін орнықтыру үшін жүріп қалды. Ол босқындар тым ішкерлеп кетуге батпай жоңғар шебінен бір екі көш қана бері өтіп, қорқа-қорқа қотыс теуіпті. Кеше ғана жауласқан, қандасқан елге ұқсамайды. Бір күреңде ойрат көшін бастап келген селеу сақалды кәрі қалмақ алдарынан жүгіріп шығып, бұтаға қорғалаған торғайда аман қалады дейді ғой. Біз сол тобына қырғи тиіп тоз-тозы болған торғайлармыз. Өлсек қазақтың босағасында өлейік батыреке, тек Қарақытайға жем қыла көрме деп Қабанбайдың аяғына келіп құшты. Жөн сұраса келгенде бұлардың айтуынша қыз қатынын олжалап еркек кіндігін найзаға шаншап бәрін жайпап келеді екен. Басында бірнеше мың әскермен келген Қабанбай ойрат көшін кейін серпіп тастаймыз деген ой болып еді. Мына әңгімеден кейін ойы іске аспады.
Тек бұдан ары ішкерлеп сұғынбай, барқытбелмен барлықтың сай-саласын паналай тұруға бұйырды. Содан соң бұлардан бір қауіп бар еді. Ойрат әулетінен қашанда қара шешек деген бір пәле арылмаушы еді. Мыналар содан құр емес сияқты. Қазақ ауылдарының келімсек жұртпен тып араласып кетпеуін қарауыл бастықтарына бұйырды. Қабекең жиналған әскерді шекараны қарауды тапсырып, өзі бірнеше кісімен хан Абылайға қарай жолға шықты. Жол жөнекей келе жатса қалың ел шылбырға оралып жүргізбейді, сардардың өз аузынан естіп қалғысы келеді. Жоңғар шебінен алыстаған сайын ұзын құлағы неше алуан әңгіме таратып, өсек аяң көлеп тұр екен тіпті. Шығыстан қара Қытай келе жатыр дейді. Заман ақырдың таяғаны ма, жоқ бұлар шүршіт дейді, олар адам жейді екен дейді. Жоңғарды жұтып жіберіп, енді қазаққа ауыз салмақ болғаны ма. Осының бәрі Әмірсананың кеселі. Сол немененің басына іс түссе болғаны, құйрығын борбайына қысып алып, бізге қарай қашатыны несі? Әмірсана апасын Абылайға текке берді дейсің бе? Қиын күндерде басыма пана болсын деп берген шығар. Десіп бірі атып бірі қаққанда, желауыз өсекшілердің түндігі желп-желп етеді. Қабанбай батыр халыққа қу өсекті қойыңдар, оларда адам ғой, олардан да оқ, өтпес қылыш кеспес дейсің бе деп көңілдерін көтеріп кетті. Бірақ сақадай сай отыруын айтты. Соғысып қалуымыз да мүмкін. Кім білсін, көрерміз. Хан кеңесіне барайық, сол жақтан нақты шешімін айтар деп жүріп кетті. Сөйтіп тоқырауын судың жоғарғы ағысына да жетті. Бұл жер батыс пен шығысқа арқа мен жетісу жеріне де ұрымтал, мол сулы, жасыл шалғынды жайлы қоныс болатын. Абылай биыл Арғын мен Найман жерінің хак ортасын әдейі таңдап, көктем шыға өзінің жазғы ордасын осында орнатқан. Сол жолы алыс жолдан келген Найман кісілері өздеріне бөлінген үйге түсіп, өзара әңгіме дүкен құрып, ертіс бойындағы көкжал барақпен танаш кезектесе көрген білгенін айтып берді. Төңіректе Қытай әскері жоқ, бірақ олардың айтуынша жолдағысын өрдей жайпап, қырып жойып келе жатқан, апаттан үрке көшкен Торғауыт пен Дүрбіт, Ұранхай күреңдері қазақ жеріне көптеп келіп жатса керек. Кейбір топтар қазақ шебінде тоқтай алмай, Алтай асып орыс шебіне қарай өтіп жатыр екен. Ертеңінде Найман кісілері Абылайға амандаса барды. Абылайдың шатырына кірсе көп адам жоқ екен. Кірген Қабанбай қасында билерден Боранбай мен Төбет, қу дауысты Құттыбай. Батырлардан Көкжал Барақ, Баймұрат, Оразымбет, Еспенбеттер бар еді. Хан шатырында отырғандар. Бұқар жырау, Бөгенбай мен Олжабай, Әбілфейіз сұлтан ғана отыр екен. Абылайхан төр жақтағы Қабанбайға қарап, езу тартып күлді де. Сен дарабоз сонау күн түбінен, шығыс шекараның дәл өзінен келдің ғой. Айтшы, не көріп, не білдің деді. Қолбасы мен не айтайын хан ием. Біздің көзбен көріп келгенді, өздерінде оймен шолып отырған бұларсыңдар. Шекара шетінде басып кірген жау жоқ, бірақ пана сұрап бас сауғалағандар жеткілікті. Өлкені өрт жайласа, бөрі мен бөкен топтанып бірге қашат деуші еді. Түбі, бізде соның кебін, кемесек болғаны деп, отты жанармен отырғандарға жағалай бір шолып өттіп. Иә, солай болып тұр. Сірә, сіз бен біздің маңдайымызға Алла тағала бес қаруды бойдан тастамай, өмір бойы соғысып өтуді жазған шығар деп. Абылай іштен тына күрсінді. Абылай соны айтып болып, қазіргі жағдайды қысқаша баяндап өтті. Әмірсананың 2000-дай қолмен Жаркент тұсынан өткені рас екен. Ол Балқаш көлінің маңайында бекініп жатқан көрінеді. Қашқан қалмақтар Абылай мен астыртын хабарласып, хан кеңесінің ұйғарымын күтуде. Ол ештеңе емес ау, хан ордасына тақау бір белдің астында сары шатыр тігіп жатқан Қытай елшісі екен. Олар да келіп жатыр. Елшінің айтуынша Әмірсананың артынан ерген бүлікшілермен бірге ұстап, қолымызға салыңдар. Әйтпесе қазақ жеріне әскер енгіземіз. Тұрсатын жеріңізді айт. Міне осы сөзден тынбайды жымиып алып. Менің атыма жазылған Ежен ханның хаты бар, оны жұрт алдында ертең оқырмыз, осы бастан ақыл қорыта беріңдер деді. Кеңестің негізгі ұйытқысы орта жүз болды десек, ұлы жүз бен кіші жүз батырлары да дер кезінде жетіпті. Абылай 2 ай шамасында кіші жүз ханы Нұралы мен Ералы сұлтанға, ұлы жүздің ұлысбегі Төле биге ат шаптырып жаушы жібергенін айтты.
Ол хатта шығыста құрттай құжынап Қытай келе жатыр, ел басына түскен тауқыметті бірге ақылдасайық деп сәлемдеме жолдапты. Нұралы хан шығысқа ат ізін салмай, бейтарап қалып қойды. Қайта есесіне кіші жүздегі өзіне қарасты батыр, билерді ертіп Ералы сұлтан келіпті. Оған да шүкір десіп жатыр екен. Ал Төле би бабамыз өзі келе алмайтынын білдіріп, өзінің батыр інілер мен кейбір билерді өзі кеңеске шығарып салған екен. Төле би бабамыз да жасы 93-ке келіп атқа мінуден қалған екен. Төле би кезіндегі өзі батыр, өзі шешен би болған мықты тұлғалардың бірі ғой. Қытайдың елшілері Ташкентке де жетіпті. Төле бимен сөйлесіп кеткен екен. Төле би елшінің сөзінен түйгендерін хатқа түсіріп Қойкелді батырға тапсырыпты, Абылай ханға бер деп. Қойкелді батыр мен Наурызбай Тілеуке батырлар да келген екен. Берді қожа, хан келді батырлар Төле биді тастап кете алмай Ташкентте қалған екен. Кешірек келіп жатты. Сөйтіп хан кеңесі басталып кетті. Бұл кеңесте айтылатын мәселе Қытай елшілеріне қандай жауап беру еді. Басына іс түскенде қашып қазақты паналаған жоңғар ханы Әмірсананы беру керек пе, әлде бермеу керек пе? Цин императоры Цзянлунның атынан келген хатта былай делінген екен. Хат Мәнжу және моңғол тілінде жазылыпты. Өзі қалың қағазға жазылған екен, соңында түйенің табанындай 4 бұрышты таңбасы бар екен. Тілмаш хатты қазақшаға аударып оқып шықты, мазмұнда былай жазылған екен. Қазақ ханы Абылайға. Соңғы бірнеше жылда жоңғар жерін бүлік жайлап, ойраттар өзара қырқысып, ел болудан қала бастағанын білесіз. Мұны көрген біз, аспан астын билеуші император, тәртіпсіздікке жол беріп, жазықтыны жазаламай, жоңғарияны өз дәргемізге елдірмей отыра алмадық. Бірақ ойраттар енді ғана ес жиып, бақытқа кенелер шақта, опасыз Әмірсана ойда жоқта бүлік шығарды. Біз, амал жоқ, өз генералдарымызға бұзақыны ұстап, жазалауды бұйырдық. Естуімізше, өз еліне сие алмай, тығырыққа тірелген Әмірсана қазақ хандығына барып паналаған көрінеді. Қылмысы бастан асып жатқан қарақшының біз бәрібір ұстап, жазалайтын боламыз. Ал Әмірсананың айнымалы опасыздығына келсек, оның құлқы сізге де мәлім болса керек. Ендеше қарақшыға қалқан боларлық еш қисын жоқ. Оны қорғаймын деп, өз еліңе жаулық тілеме. Бұл күнде батыс өлкелер біздің құзырымызда. Егер бүлікшіні қанат астына алар болсаңыз, біздің қосындар сіздің жерге амалсыз басып кіретін болады. Оның арты үлкен өкінішке соқтықтыруы мүмкін. Ал егер Әмірсананы ұстап берсеңіз, оған күмәніміз жоқ, алғысқа бөленіп, менің мәңгі жарылқауымда боласыз. Мына хатты қазақтың жарым сөзден жай түсінетін, не бір жездаңдай, не бір құйма құлақ. Би сұлтандар тыңдап шығып, мін таппай қоқан-лоқы, күш көрсету жоқ, тұнып тұрған әділет пен мейірбандық қой. Жоңғар жерінің басып алуының өзі қамқорлық пен жан ашарлық болып тұр ғой. Мұнандай қиянат жасаудан аулақ іші бауырымды елжіретін адамға Әмірсананы бір күн ұстап отырудың өзі күнә сияқты болып көрінеді. Бұл кеңесте батырлар, би, сұлтандар сөйледі. Бір жақ сол Әмірсананы беріп айтқанын жасап, пәледен аулақ болайық дегенді білдірді. Екінші жақ бермеу керек, бір айтқанына құрша жорғаласаң, ертең басыңа отырып алады дегенге келтіріп. Қорықты деп ойлайды, ертең бұқаның басына туған күн бұзауға да келмейді деп кім кепіл береді дегендей. Өстіп екі жақты пікірлер болды. Бірақ бұл хат зілдей ауыр еді негізі, жүзі жылы көрінгенмен, іші толып ызғар соғып тұрған хат еді. Негізі бұл жерде жалғыз Әмірсана емес, кезінде жоңғарлар қазақтың жерін басып алып пайдаланған жерлерді де өз құзырына алмақшы. Сондықтан бір шаршы метр жер беруге келіспейтін болды. Жер мәселесінде бір адым шегінуге болмайды деп Төле бидің айтып жібергені де осы екен. Абылай мен Қытайдың елшісі сөйлесуі басталды. Абылай хан біз жер бере алмаймыз деп еді. Қытай елшісі: жоңғар тайжілері Алтай мен Тарбағатай, Жетісу мен Алатау біздің жер еді, қазақтар тартып алды деп отыр ғой деп еді. Абылай хан қас жауынан жеңілген адам не айтпайды. Ал Әмірсананың сөзіне қарасақ, Цин императоры оны хан көтереміз деп алдап соғып, жоңғарияны шығынсыз басып алып, уәдесінен тайып кетіпті. Ондай болса кімге сенеміз дегенді білдірді. Сонымен жер туралы сөз осымен бітсін. Ал Әмірсанаға келсек, ол қазір елінен жерінен айырылған мүсәпір, одан Цин империясына да, қазақ ордасына да қауіп жоқ. Біздің еліміздің салтында бас сауғалап келгенді ешкімге ұстап бермейді.
Сондықтан оны кешірдік. Сіздерге де айтарым кешірімді болған абзал. Қытай елшісі діріл қағып, Әмірсананы ұстап бермесеңіздер, амал жоқ, біз мәжбүр боламыз, қазақ жеріне әскер кіргізуге, оның аты соғыс болды ғой дейді. Абылай соғысты жаңа көріп жүрген жоқпыз, басқа ел әскер кіргізеді екен деп атамекен жерді беріп, атадан қалған әдет ғұрпымыздан тартпаспыз деді. Осымен болды. Рұқсат сұрап жорғалаған жүрісімен шығып кетті. Осымен соғыс болайын деп тұр, бақайына дейін қаруланған құжынаған әскермен соғысу оңайға түспесі анық болып тұр. Хан кеңесінде қазақтар өзіне пана болатынын естіп шыдай алмай Әмірсанада біраз адамдармен келіп кеңеске қосылды. Мән жайды Қытай әскерінің қыр-сырын сұрастыра келе. Көк жалбарақтың қасқыр қамау деген әдісін қолдануға болжап қойды. Кезінде көне гректің Зұлқарнайын мен Кирде олжа іздеп келіп жеңіліске ұшыраған деседі, соғыссақ соғысармыз, не болыпты сасқалақтайтын ештеңе жоқ, адам жауға шаппағандай деп Абылай хан жұртқа жігер бере сөйлеп. Осыдан кейін жиналғандар көп бөгелмей асығыс аттанып жатты өз ұлыстарына. Кездесетін орын Балқаштың шығыс жағы болды. Хан шатырында Абылаймен бірге Әбілфейіз, Қабанбай, Малайсары секілді шағын адамдармен отыр еді. Әмірсана келді, кіруге рұқсат сұрап. Әмірсана кіріп Абылайға қарап, «Уа, хан ием» деді, оң қолын кеудесіне басқан күйі. Абылайға рахметін айтуға кірген екен, сөйтсек. Сен басымызға іс түскенде, қонақжайлық танытып қоймай, Қытайыңмен соғысайын деп отырсың. Абылай хан Әмірсанаға қарап, кезінде Халдан Сереннің алдында уәде бердік қой, сол сөзіміз, сөз. Әмірсана білем ғой, ондай менде төс қағыстырып, ант бергендер көп болған, қазір біреу жоқ. Сонымен алғысын білдіріп шығып кетті. Маусым айының ортасында әр рудан аттанған аламан әскер келіп жатты. Алғашқы аптаның өзінде орта жүзден бір түмендей келіп қойған, кешігіп келе жатқаны бар тағы. Ұлы жүздің батырлары іленің төмен жағына орналасқан екен. Кіші жүзден Ералы Сұлтан жол жөнекей жинап келе жатқан әскер 3000 қолмен жайықтан бері өтіпті. Әскер әлі түгел жиналып болған жоқ болатын. Сын әскері Жаркенттен өтіп Қаратал, Көксу бойларына таман келіп алыпты. Бұл әскердің бастап келе жатқан Хадака, Іледен аттанғандарданы екеуі де Балқаш маңына жақындап келе жатқан болып тұр. Екеуі де Балқаш маңына беттегеніне қарағанда Әмірсана қай жерді паналағанын білетін сияқты. Жаркенттен Жетісуға қарай беттеген әскер халықты қырып жоймаса да. Кезінде жоңғар мекендеген жерлерді босатыңдар деп келе жатқан сияқты. Мына хабарды естіген ел үрейленіп, жерін тастап кетіп қалмасы үшін, Абылай қасындағы Бөгенбай, Қабанбай, Малайсары секілді батырлармен ақылдаса келе, жаушыларды жан-жаққа жіберді, өз қоныстарынан алыс кетпесін деп. Қазақ әскері қорғаныс ұрысына кіріскені туралы айтып жіберді. Абылай жаудың назарын бейбіт елден гөрі өздеріне аудару үшін Балқаштың бір қалтарысында бекініп жатқан Әмірсананы өзінің қатарына қосып алды. Бұлар енді Аягөзден Ақсудың төменгі жағына беттеп бара жатыр еді. Кешкісін киімі бөтендеу бір топ адамдар келді. Арасында қазағы бар, қалмағы, Қытайы бар, ішінде аралас. Сын әскерінің елшілері екен. Жол бастаушы екі қазақтың бірі Құдайберді екен, екіншісі Өсербай атты жас жігіт. Жөн сұраса келгенде Жаркент маңындағы суандар екен. Бұлар босқын ойраттарды қуып келе жатқан сын әскермен соқтығысып қалыпты. Бір талай оққа ұшып, бірнешеуі қолға түсіп Құлжада тергеуде болып, бір-бір туыстарын кепілге ұстап қалып, өздерін тірі куә ретінде қазақ ордасына жұмсаған бет екен. Бір шүршіт әлде бір киелі зат ұстағандай болып генералдың хатын табыс етті әйтеуір. Хаты сыпайы басталып, сызданып аяқталады. Сол баяғы, біз әскер кіргізуге мәжбүр болдық, Әмірсананы бер. Әйтпесе біздің әскер өздеріңді де аяусыз жазалап, қазақ жерін қанға батыруы ғажап емес. Ал сыпайылық керек болса. Абылайдың елшіге жауабы қысқа болды. Біз жоңғар елдінде болып жатқан оқиғаларға араласпаймыз. Ал елімізге бас сауғалап келгенді қорғау-қорғамау өз еркімізде. Сондықтан шекарадан өткен әскер бізге жау болып саналады. Бізде өз жерімізді қорғануға мәжбүрміз. Біз ұлы Қытай елімен тату-тәтті көрші болуға дайынбыз. Өзі келіп соқтыққан екен, онда қасық қанымыз қалғанша қорғануға бармыз деді. Содан елшілер аттанып кетті.
Ертеңінде қазақ әскері де дүр көтеріліп жол жүріп кетті. Жолдан хан келді, Наурызбай, Тілеуке, Қойкелді бастаған 5000-дай ұлы жүз жасағы қосылды. Абылай туының астында екі түмендей әскер жинақталып қалыпты. Сонымен Қаратал бойында шағын әскери кеңес өтті. Кеңесте аламан әскердің бәрімен соғыспай, шағын топтармен көруді жөн көрді. Абылай орта жүзді екіге бөліп Найман жасағын тізгінін Қабанбайға, арғын жігіттерін Алайсарға тапсырды. Ұлы жүзді Наурызбайға. Соңынан келген Ералы Сұлтанның кіші жүз жасағымен Керей, Ер Жәнібек, Уақ Батыр Баян бастаған жасақты өз қасына алды. Алдағы ұзақ соғыс бірінші шайқасқа байланысты болайын деп тұр. Шолғыншылардың айтуынша Іленің оң қапталында Алтынемел қойнауында жатыр екен. Тағы шағын кеңесте бұл ұрысқа 300-ден іріктелген құрама қосымға Абылайдың өзінің де ниеті болып еді, оған қолбасылар мен батыр билер ол ойын қостамады. Ұсақ ұрысқа бас тігіп қайтесіз. Басқаларымыз да жетеді, ұлы жүз сұлтаны Әбілфейіз Алла сәтін салса, өзіміз бір амалын табармыз деді. Сөйтіп Қабанбайға тізгінді берді. Қабанбай туасында Батыр Баян, Көкжалбарақ, Олжабай, Ілеуке, Тауасар батырлар бар еді. 5000 қолмен аса жауапты алғашқы ұрысқа аттанып кетті. Қабанбай бастаған әскер түнделетіп сайлардың ішімен жаудың ту сыртына өтіп алды. 5000 қол ұшықтай үйіріліп соның аузына қарап тұр. Қабанбай, жігіттер деді. Алдымызда шебімізді бұзып басынып келген жау жатыр. Қазір көреміз, олардың да оқ өтіп қылыш кесетін екі аяқты пенде екенін. Мергендер мылтықпен садақтан оқ жаудырыңдар. Қылышкерлер қарсы келген жауды шауып, өзіне жол ашатын болыңдар. Сөйтіп жаудың басынан кіріп, қақ жарып аяғынан бірақ шығамыз. Ұқтыңдар ма деді. Ұқтық, ұқтық деп әр тұстан дауысы естілді. Осы мезетте Көкжалбарақ төбелескенге қайта осындай танымайтын адамдар жақсы. Көңіліне келер деместен, аямай айқасасың деп көпшілікті дүкілдірді. Таңғы адам беті әлі көріне қоймаған, тәтті ұйқының кезет. Ал енді не тұрыс деп қубаспен алдыға сыпырылып шықты, соңынан қалған мыңдықтар да селдей төгіліп лап берді. Ат тұяғының дүбірі, сайды жер жаңғырған айқай, Абылай, Абылай, Қабанбай, Қабанбай. Ақжол Қаптағай, Ер Көкше, Ер Қосай, Бәйдібек Қарасай, қан құстыр, имансыз нәлеттерген айғай тау тасқа жаңғырып, аса бір қорқынышты үнге айналды. Шарт ұйқыда жатқан жау опыр-топыр күйге түсіп жүргенде, парша-паршасын шығарып, жарық енді түсейін деп қалғанда, екінші бетіне жарып өтіп кетті. Негізі бұлардың ойынша қазақтар Балқаш жақта әзір келетін жау жоқ деп босаңсып, сайда демалып жатқан түрлері болатын. Олар қайдан білсін қазақтың айлық жолда аптада, апталық жолда бір күнде өтіп кететінін. Арт жағын қараса, ізіне түскен байқалмайды. Мөлшер бойынша кемінде 1-2 әлде 3-4 мыңдай қатардан шыққаны сөзсіз. Бір мезетте арт жағында бір шақырымдай жерде зеңбіректің атылған оғы бір үйдің көлеміндей орында. Қопарып шаңын шығарып жатты. Қазақ әскері алыстап кеткен болатын. Демек сәтті аяқталғаны. Ішінде Әмірсанада болатын, ол да разы, бәрі разы әйтеуір. Қабанбай шолғыншы жігіттерді тосқауылда қалдырып, өзі қолды бастап, батысқа қарай қозғалып кетті. Абылайдың жасағына қосылып, мән-жайды айтып берді. Абылайда бірінші шабуыл қалай болғанын тағаттана күтіп отыр екен, мұны естіп арқасы кеңіп жадырап қалды. Абылай ханның орнына өздеріңді қойып көріңіздерші, қандай күй кешіп отырғанын, еліне, жеріне келіп бағынбасаң жазалаймын десе. Сөйтіп бірінші жорықтың осылай аяқталғанына сіздер де қуанып қалған шығарсыздар. Әрине қазақ жерінде болып жатқан жорықтың нәтижелерінде Бейжіңдегі әміршілер де қадағалап отыр. Генералдар дана Алтынемелдегі шайқастан кейін Цанлунге хат жазды. Хатты қысқаша айта кетейін, ішкерлеп еніп барамыз, жеңіп жатырмыз, Әмірсананы қуып жете алмадық, аттары жүйрік екен. Бағынышты құлыңы жақында солтүстіктегі Хадакамен қосылып, қарақшыларды жазалаймыз, бәрі жақсы, тамаша деп жазып жіберген ғой әйтеуір. Неге бұлай жазды дейсіздер ғой? Сөйтсек, император үңіліп қараса, жағдай мүлдем басқадай болып жатқанын түсінеді. Бірақ бұл хаттар император сарайының шежіресіне сақталады екен. Ол жерде өзі соғыс бірінші бастады, жеңіс тапты деген жазулар болмау керек. Тағы неге дейсіздер ғой?
Өйткені кейінгі ұрпақ оқығанда көңілінде күмән, күдік болмау керек. Бұл хаттан кейін Әмір Сананы қолында тұрып, ұстай алмаған үшін Дарданаға сөгіс жарияланды. Бұған ашу, ызаға түскен Дардана атқа қондырды да қазақ әскерінің соңына түсті. Осы қарсаңда Жоңғар қақпасынан өтіп, ал солтүстіктегі Хадака түмендері Алакөлден өтіп, Дарданамен түйіскелі келе жатқаны белгілі болды. Бұны естіген Абылай хан, бұларды негізгі қолмен қосылмай тұрғанда бір соққы беріп алсақ деп еді. Бұл ойы қолбасыларға да, Әмір Санаға да ұнады, әсіресе Малайсары батырға. Малайсары батыр арғын мыңдықтарынан құралған жасағын жинап алып, қасына Әмір Сана тобын қосып алып, түнделете аттанып кетті. Арада бір апта өткенде жорыққа аттанған жасақтан хабар келді. Ешкөлмес тауының бөктерінде кездескен таңғы ұйқыда үстінен түсіп бірер мыңын жаһаннамға аттандырса керек. Жорық нәтижесі сәтті болған, біраз шығын бар, бір өкініштісі Малайсары батырдың өзі де шейіт болыпты. Бұл хабар Абылайды да, басқа да батырлардың қабырғасына қатты батты. Әсіресе Қабанбай батырға жұбайы Майсараның ағасы. Әрине соғыс құрбандықсыз болмасы анық. Оны Майсараға қалай естіртем деп. Енді қазақ әскерінен ойсырай жеңілмесе де, екеуі де бір соққы жеп үлгерген лепсі бойында бірікті жау әскерлері. Жау әскері өш қайтармақ болып ішкерлей кіріп келе жатқан жері Аягөз сағасы еді. Қазақ әскері тым алыстамай, тым жақындамай кейін шегініп отырды. Оңтүстіктен хабар келді. Ұлы жүз жасақтары ұрысқа толық қатыса болды. Ташкентте қазақтың ұлы биі Төле би дүние салыпты. Қазаға байланысты ұлы жүзден хан келді, Бердіқожа, Тілеуке, Қойкелді бастаған біраз батырлар Ташкентке танып кетті. Жау әскері жетісіп жерін тым мазалап кеткен екен. Сол үшін Наурызбай, Сатай, Райымбек бастаған 3000 әскерді осы маңда қалдырған жөн санады. Жау әскері ішкерлей еніп келеді, бірақ бұлардың түнде жорыққа шығу деген жоқ екен. Айнала қарулы күзет қойып, аттарын қу тақырға иіріп тастап жатып алатыны бар екен. Мына түрлерімен аттары шалдығып, жауыр көтерем күйге түсірген. Мұны көрген қазақ әскері қорқуды ұмытқан, керек болса бәрін қырып тастауға дайын. Аттарын тартып алып жаяу сорлатуға да болушы еді. Бірақ Абылайдың ойы олай емес еді. Қалжыратып жартылай болсын еліне қайтару керек болатын. Ендігі бір шабуыл кезегі қайта Қабанбай батырға келді. Мұны Малайсары батырдың кегін қайтару үшін көптен күткен болатын. Бұл жорыққа қатысатын Көкжалбарақ, Оразымбет, Баймұрат, Тауасар, Еспенбет, Шыңқожа батырлар еді. Абылай ханға айтпай батыр Баян, Байғозы, Олжабай, Байтайлақ секілді тағы басқа бірнеше жүздеген батырлар қосылып кетті. Мұны өздері Малайсары жорығы деп ат қойып алды. Сөйтіп марқұмды еске алу еді. Тағы таңғы ұйқыда жатқанда бүйірден кеп соққанда 3000-дай сарбазы қатардан шықты. Сонымен жорық нәтижелі аяқталды. Ұрыс шығынсыз келгеніне Қабанбайға алғыс білдірді. Аллаға шүкіршілігін айтып жатыр Абылай хан. Бірақ Цанлун бізге ашық соғыс ашқан жоқ қой, бұлар Әмір Сананы ұстауға келгендер. Біздің шекарамызға келген үшін біз төтеп беріп отырмыз, енді бұларды қырып тастамай шалажансар болса да қалған әскерін қайтару негізгі мақсат сол. Бірақ Қытай қосындары қанша қалжырағанымен Ұлытау айналып Есілге бет алғанда да өкше ізінен қалар емес. Қыркүйектің басында күз ерте түсіп жаңбырлы, желді күндер мойлап тұрған. Бір күні генерал Дарданадан елші келді. Біз ұрыс қимылдарын тоқтатып, елге қайту туралы жақында императордан бұйрық алдық. Біздің әскеріміз қазақ шебінен жоңғар шебіне өтіп кеткенше, алды артымыздан шабуыл жасамаса екен деп тілек білдіріпті. Абылай бірден келісті. Бірақ бір нәрсені еске алған дұрыс. Біз ол бастана құртып жіберуші едік, қазірде мына далада біздің қолымызда тұрсыңдар. Осы сөзімде жалғандық бар ма деді елшіге. Елші, оныңыз рас деді, бұрынғыдай емес, сүмірейіп қалған. Өздерінің жансыздары арқылы Цанлунда генералдардың өтірік ақпар беріп отырғанын біледі ғой. Дарданаға тағы бір бұйрық беріпті. Күн болса салқын тартып қалды. Сендерде бір қашқынға бола қазақ елінің мазасын кетіріп болған шығарсыңдар. Оны келесі жылға қалдырып күн суымай қайтыңдар. Ал елдің жағдайын ойлаған, не деген мейірімділік дейсіздер ғой. Бұлда келешек ұрпаққа шежіреге осылай тіркеледі. Ал керек болса мәселе қайда жатыр?
4 түменге жуық әскермен келген Хадака мен Дардана озып, тозып, жарым-жарты әскермен, арық жауыр аттарына мінгескені бар, басқасы бар қайтты сонымен. Бұдан кейін Әмір санада отыра алмады, халқа Моңғолда көтеріліс басталатынын айтып аттанып кетті. Жоңғарияда жолы болмаса да, халқа Моңғолға барып көтерілісті бастамақшы. Ол да бір жігері таусылмайтын адам екен. Осымен тәмамдайық. Жорық нәтижелі. Ата-бабаларымыз жерді сақтап қалды. Бір деректерде Малайсары батыр басқа жағдайда қайтыс болғанын, кейбір деректерде басқа жағдайда қайтыс болғанын айтады. Мен осы өзім айтып отырған дерекке тоқталдым. Бір айта кететін жайт бар, бұл ешқандай жарнама емес, бірақ артық етпес. Негізі бұл әңгімені Қабдеш Жұмаділов ағамыздың Дарабоз атты романында әдемі жазылған. Қазақ даласында қаншама батырлар, би, сұлтандар белшесінен қан кешіп жүріп әрең тазалаған. Таппай жүрген батырларыңызды сол жақтан табасыздар. Ұнаған болса каналға тіркеліп лайк баса кетсеңіздер.